Сүйінші хабар. Ауданымызда үшем дүниеге келді. Сарыағаш қаласының тұрғыны Ақбөбек Кеңесова Ардана, Елдана және Нұрдана атты үш қызды өмірге алып келді. Қуанышты жаңалықты тілшіміз Қуаныш Амангел тарқатады. Үшемдер Сарыағаш қаласындағы Тойшиевтар отбасында дүниеге келіп отыр. Осы отбасының келіні Ақбөбек Кеңесова сәбилерін Шымкент қаласындағы ауруханада өмірге алып келген. Яғни үш қыз. Оларға Ардана, Елдана, Нұрдана деп есім қойылыпты. Үш қыздың апасы Рысқал Құралова әр отбасында осындай үшемдер дүниеге келіп шаттық бола берсін деп қуанышымен бөлісті. Балалар күнде үш арумызды отбасымызға алып келдік. Дендері сау болсын, аман болсын, өмірімен берсін. Қазақтың әрбір отбасына осындай үшемнен берсін. Ардана, Елдана, Нұрдана деп есімдерін қойғанымызбен үшемдердің қайсысы Ардана, қайсысы Елдана екендігін ажырату оңайға соқпай жатыр дейді апасы Рысқал Құралова. Жүзіне күлкі алып, бастысы өмірлі, елге қызмет ететін азаматшылар болып өсе берсін дейді. Сонымен мен күліп отырмын енді. Бірінші туылған Арданаға қызыл, тырнағына қызыл лак жақ, екінші Елданаға сары жақ тырнағына лақтан, үшінші қызға жасылын жақ деп отырмын. Светофор қыз болады деп, үшінші қыз Нәзігайым Нұрдана. Мен солай белгі қой деп өзімнің немді айтып отырмын, жаңа көңіліме түйген нәрсені. Енді бірінші мен екіншіні ажырату сәл қиындау, бірақ үшіншісі салмағымен ажыратуға болады. Осылайша Сарыағашта керемет қуаныш Амангелді, Ережеп Тұрғынбайұлы, Сәттелі арнасының жаңалықтар қызметі.